Баршаңызға сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін Enel компаниясының өнімі Атлант шайы туралы айтатын боламын. Буынды сауықтыруға арналған Атлант шайының құрамындағы шөптер композициясы зат алмасуды тұрақтандырып, буын тіндерінде тұз жиналып қалуын болдырмай, олардың қызметін сақтап тұрады. Ағзаның жұмыс өнімділігі мен белсенділігін арттырып, ревматизм, подагра, омыртқа ауруларына шалдыққанда қайта қалпына келтіргіш әсерімен көмектеседі. Ежелгі грек мифологиясына үңілер болсақ, атланттар дегеніміз аспан күмбезін иығымен көтеріп тұратын жаратылыстар. Оның құрметіне адам қаңқасындағы бірінші мойын омыртқаның аты аталған. Шындығында денеміздің әр буынын атлант десек те болады. Буыны сау адам ғана еркін қозғалыстың күшін сезініп, белсенді өмір салтын жүргізе алады. Атлант шайының құрамына Қытай көк шайы, алтын шыбық шөп, мажыра тамыры, қызыл таспа тамыры және жебір шөп пен лимон қабығы қосылған. Көк шай жүрек пен орталық жүйке жүйесінің қызметін жандандырып, жұмыс өнімділігі мен белсенділікті арттырады. Күйзеліс пен шаршауды басады. Құрамында бос радикалдармен күресіп қартаю процесін бәсеңдететін полифеналар бар. Терінің, тамырдың ахуалын жақсартып, тромб түзілуінің алдын алады. Алтын шыбық халық медицинасында зәр айдағыш құрал ретінде, сонымен қатар бүйрек пен қуықтағы тастарды еріту үшін қолданылады. Зәр құрамында ақуыз мөлшері тым көп болғанда, шеменмен ауырғанда, ісініп кеткенде қолданылады. Жебір шөп антисептикалық қасиеті бар, асқазан сөлінің бөлінуін күшейтеді. Асқазан ішек жолындағы түйілуді басады. Ішек микрофлорасын тұрақтандырып, іштегі желдің шығуын жақсартады. Мажыра өт шығару жүйесіне оң әсер етіп, жасушаларды жаңартуға септесіп ағзаны әлдендіреді. Ревматизм ауруларға шалдыққанда, зат алмасу бұзылғанда қолданылады. Лимон табиғи хош иістендіргіш, әрі сусынға және жанға жайлы дәм мен хош иіс береді. Қызыл таспа дәрумендерге өте бай. Сонымен қатар бұл өсімдіктің құрамында ағзадағы көптеген процестерді реттеп, гормоналдық фонды тұрақтандыратын кремний тұзы бар. Атлант шайын қалай қолданамыз? Бір фильтр қалташа салынған ыдысқа 200 мг қайнаған су құйып, арасында араластырып тұрып 20 минуттай демдеңіз. Сонан соң қалташаны сүзіп не сығып алыңыз. Тек сусын ретінде ғана қолданамыз. Қалауыңызға қарай қант, бал немесе лимон қосуыңызға болады. Ескерте кететін жайт, несеп тас ауруына шалдыққан адамдар емдеуші дәрігермен ақылдаса отырып қолдану керек. Қарсы көрсеткіштері: асқынған жүйке қозғыштығы, ұйқысыздық, жоғары артериялық қан қысымы, жүректің жұмыс істеу ырғағының бұзылуы, жүктілік немесе бала емізу кезінде мүлде қолдануға болмайды. Пайдалану жөніндегі кеңестер: ересектер күніне 2 рет 1-2 стаканнан 100 мг тамақпен бірге ішу керек. Демделген тұнбаны тоңазытқыш ішінде 2 тәулік қана сақтауға болады. Қолданар алдында міндетті түрде дәрігермен кеңескен жөн. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да қызық, пайдалы видеолар болады.